Ұлы даланың жүрегі, Еуразияның орталығы, бейбітшілік қаласы, ақиқатқа айналған арман. Осы теңеулердің барлығы жер ғаламшарындағы ең жас елордалардың бірі Астана қаласына әбден лайық. Ұлы жібек жолы заманынан бастап мұнда хан ордалары құрылып, сауда керуендері өткен. Әртүрлі мәдениет, бай дәстүр, діни көзқарастардың тоғысуы осы өңірлерге тән құбылыс еді. Ғасырдан астам уақыт өткеннен кейін тәуелсіз Қазақстанның көреген көшбасшысы Нұрсұлтан Назарбаев осы жерде Арман қаласын тұрғызу туралы тарихи шешім қабылдады. Осында, ежелгі Сарыарқа жерінде тек Астана емес, еліміздің болашақ бесігі өмірге келді. Астана тарих мен қазақстандықтардың тағдыры бір-бірінен ажырағысыз. Егер тарихымызда Астана болмаса, біздің Қазақстан дәл бүгінгі күнгідей бола алмас еді. Жаңа Астана тарихи қысқа мерзімде бүкіл Қазақстанды түбегейлі өзгертіп, оны экономикалық күшті және саяси тұрақты мемлекетке, жауапты, беделді халықаралық әріптеске айналдырды. Әбден ойластырылған әрі бейбітшіл сыртқы саясат, сондай-ақ ел басшысының талапшыл әрі ауқымды бастамалары Астананың халықаралық саясаттағы беделінің негізгі факторы болды. Осының арқасында Астана жаңа Қазақстанның саяси, экономикалық және мәдени орталығы болып қана қоймай, 20 жылдық дамуында өзін дипломатияның, халықаралық әріптестікпен бірігудің маңызды орталығы ретінде көрсете білді. 1999 жылы Астана ЮНЕСКО-ның әлем қаласы деген атағына ие болды. Бұл атақ өзін әлеуметтік, экологиялық, муниципалдық секторларды дамыту саласында табысты көрсете білген және әлем мәдениетіне тәжірибелік үлес қосқан қалаларға лайық марапат. Бұл марапат аванс ретінде берілген еді. Бірақ осы жылдар аралығында Астана биік халықаралық сенімді толықтай ақтады. Қазақстан астанасында өткен Европадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммиті тарихи табыспен аяқталды. 11 жылда тұңғыш рет ұйымға мүше елдердің көшбасшылары біріккен қорытынды құжат Астана декларациясына қол қойды. Әлемдік қауымдастықтың көз алдында Қазақстанның астанасы жаһандық әріптестік орталығына айналды. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен Астанада Азиядағы өзара ықпалдастық және сенім шаралары кеңесінің, Ислам ынтымақтастығы ұйымының саммиттері өтті. Мұнда тәуелсіз мемлекеттер достастығы мемлекеттерінің, Шанхай ынтымақтастық ұйымы, ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымы, түркітілдес мемлекеттердің ынтымақтастық кеңесі және басқа да халықаралық бірлестік басшыларының кездесулері, қауіпсіздік және экономика салаларындағы ірі халықаралық конференциялар тұрақты өтіп тұрады. 2001 жылы ақш-тағы бірқатар лаңкестік әрекеттерден кейін бүкіл әлем тағы бір мәрте қатыгездіктің бар екеніне көз жеткізіп, өркениеттер қақтығысы қаупі төнген кезде Нұрсұлтан Назарбаев әлемдік және дәстүрлі діндердің рухани көшбасшыларының форумын өткізу туралы бастама көтерді. Сол жылы Рим папасы Иоанн Павел II-ның Астанаға келуі Қазақстанның саясатта бейбітшілік пен жасампаздықты ұстанатынына тағы бір айқын дәлел болды. 2003 жылы Астанада әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының алғашқы съезі өтіп, халықтар арасындағы бейбітшілік пен келісімді қолдаудың маңызды құралы ретіндегі конфессияаралық диалог туралы декларация қабылданды. Әр 3 жыл сайын дін көшбасшылары дөңгелек үстел басында жиналады. Қазақстан халықаралық қатынастар жүйесінің тең құқылы және беделді қатысушысы, жаһандық ынтымақтастық орталығы бір-біріне қарсы тараптар қашанда келісімге келетін, ең күрделі әрі ұзаққа созылған жанжалдарды реттеу жолы табылатын мекен. Дәл сол себептен Сирия бойынша бейбіт келіссөздер Астанада өтті. Астана процесі аясында бейбіт келіссөздер өткізу іс жүзінде Астанаға халықаралық диалог алаңы мәртебесін бекітіп берді. Бұл тек саяси жеңістер қаласы емес. Астана экономика, қаржы, туризм және өнеркәсіп саласындағы ойларды түрлендіруге арналған халықаралық алаңқай. 2013 жылы Қазақстан астанасындағы Назарбаев университеті қабырғасында транзиттік әлеуетті кеңейтудің және тасымал логистика инфрақұрылымын дамытудың жаңа мүмкіндіктерін ашқан белдеу және жол бастамасы алғаш рет қолға алынды. Дәл осы Астанада 2014 жылдың мамыр айында Еуразия кеңістігінде бірігуді дамытудың сапалы жаңа кезеңі белгіленген Еуразиялық экономикалық одақ құру туралы келісімге қол қойылды. Әлемнің түкпір-түкпіріндегі болашақ энергиясын жасауға арналған жаңа жұмыстар мен технологиялар Астанада халықаралық мамандандырылған Экспо 2017 көрмесінде таныстырылды. Оған 115 мемлекет және 22 халықаралық ұйым қатысты. Шығыс Европа, Орталық Азия және ТМД елдерінде мұндай ауқымды шара алғаш рет өткізілген. Мұнда бірегей инфрақұрылымдар құрылып, әлемде теңдесі жоқ нысандар салынды. Экспо 2017 көрмесінің нышаны әлемдегі ең үлкен сфералық Нұр әлем ғимараты. Көрме
көрме қонақтарының назарын өзіне аудартты. Ал Астананың бейнесі тағы бір мәрте ерекшелікпен толықты. Дәл осы жерде халықаралық көрме өткеннен кейін ағылшын құқығына негізделген жеңілдетілген салық режимі және тәуелсіз қаржы соты бар Астана халықаралық қаржы орталығы және жасыл технологиялар мен инвестициялық жобалардың халықаралық орталығы, IT стартаптар, халықаралық технопарк орналасты. Қазақстанның әлемдік экономиканың жаһандық ойыншысы ретіндегі салмақты қадамдарының бірі 2018 жылы жаһандық сын тегеуріндер саммиті деп қайта құрылған Астана экономикалық форумы болды. Астана сондай-ақ қазіргі заманның ең өзекті мәселелері талқыланатын, дамудың жаңа парадигмасы қалыптасатын алдыңғы қатарлы әлемдік диалог алаңқайларының бірі. Еуразиялық медиа форумды өткізу орнына айналды. Форум саясат, экономика, әлеуметтік мәселелер мен бұқаралық ақпарат құралдары салаларындағы халықаралық сарапшылардың басын біріктіреді. Тәуелсіз Қазақстанның астанасы жаңарудың, бәсекеге қабілеттіліктің, ұлттық рухани жаңғыру бағдарламасы аясындағы жаңа идеяларды енгізудің және мәселелерді шешудің қозғаушы күші болды. Тарих үшін 20 жыл аз ғана уақыт, бірақ Қазақстан астанасының қазіргі түрленуінің өзін жеңіс деп атауға да болады. Бұл жеңістен Астанаға жаңа Астананың бас сәулетшісі, әрі негізін қалаушы Нұрсұлтан Назарбаевтан берілген қаланың ерекше жасампаздық пен жаңару лебін сезуге болады. Қазақстан үшін Астананың дамуы табыстың белгісі ғана емес, ол ұлттың жаңа мақсаттарға қол жеткізер қабілетінің көрінісі. Ал Астананың тарихи мәні даму мен өзгерістердің белгісі. Бүкіл әлем үшін Астана өзара түсіністік, диалог пен ынтымақтастық орнаған, тұрақты дамуы бар нағыз әлем қаласы ретінде өз есімін әлем тарихында алтын әріптермен қалдырған қала.